Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен осындай кішкентай сүйкімді ірімшіктен пирог дайындайтын боламын. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін көріп, менің арнама тіркеліп, маған қолдау білдіріп отырыңыздар. Ең алдымен пирогымыздың қамырын дайындап аламыз. Ол үшін жұмыртқамызға қантымызды салып, араластырып қоямыз. Електен өткен ұнымыздың үстіне қопсытқыш пен майымызды салып, крошка етіп, қамырымызды дайындап аламыз. Үстінен жұмыртқалы массамызды құямыз, жақсылап қамыр илейміз. Осындай жұмсақ, сары қамыр шығады. Осы қамырды пакетикке салып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қалдырамыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқамызды, ірімшігімізді, қаймағымызды, қантымызды салып, осылай блендердің көмегімен езіп аламыз. Егер сізде ол құрылғы болмаса, шанышқының көмегімен езіп алсаңыз болады. Содан кейін қамырымызды 1 сағат тынып болғаннан кейін формамызды алып, осылай қолымызбен жайып шығамыз. Қамырымызды шанышқының көмегімен осылай тесіп шығамыз. Үстінен салмамызды салып, 180 градуста пирогымызды пісіріп аламыз. Пирогымыз осындай сап-сары болып пісіп шықты. Енді толықтай суытып, бетін өзіңіздің қалауыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Мен осылай мандаринмен және қант ұнтағымен пирогымды әрлеп шықтым. Енді сіздерге пирогымды кесіп көрсетейін. Осылай өте жұмсақ, әдемі болып кесіледі. Дәмі де әдемі шыққан. Сіздер де жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Менің арнама тіркеліп, маған қолдау білдіріп отырыңыздар. Менің келесі видеоларымда кездескенше аман есен болыңыздар. Сіздермен бірге болған әдемі, сау болыңыздар.